Сәлем баршаңызға, менің есімім Жанар. Мен бүгін сіздерге үй жағдайындағы қазіргі таңда хит болып жатырған сметанник пирогын дайындауды бөлістім. Рецептін ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте керемет болып шығады. Өте керемет болып шығады. Ал олай болатын болса, рецептісін бірге жасап көрейік. Ең алдымен бізге сметанник пирогына алдымен жұмыртқа, май 100 грамм, ұн, сосын разрыхлитель қажет болады. Осы заттарды біртіндеп ыдысымызға салатын боламыз. Ең алдымен біз тестісін дайындап аламыз. Бір дана жұмыртқаны жарып, үстіне майымызды құямыз. Сосын қантымызды саламыз. Енді осыны венчиктің көмегімен әдемілеп араластырып алып, май үй температурасында болуы қажет. Ал енді осыларды шамалы араластырып алдық. Енді 200 грамм ұнымызға разрыхлителімізді 1 шай қасық салып аламыз. Сосын оны жақсылап араластырып алып, аз-аздан салып отырып, қамыр илейтін боламыз. Шамал-шамал қоюланғанша венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бәрін бірден салып жібермеңіздер. Өйткені қамырымыз түйіршік болып қалуы мүмкін. Сол себепті 3-ке бөліп салсаңыздар, өте керемет болады. Енді өстіп шамалы қоюлана бастаған кезде, енді осыны қолдың көмегімен жемендеп қамыр илейтін боламыз. Ұнымыздың бәрін саламыз. Өстіп қамыр илейміз. Ал достар, міне біздің қамырымыз біркелкі болып, әдемі болып иленді. Бұндай көп уақытты қажет етпейді. Енді осыны кішкене басын біріктіреміз да. 10 минутқа холодильникке салып қоятын боламыз. Оған дейін біз салмасына кірісетін боламыз. Достар, біз салмасына кірісетін боламыз. Ол үшін бізге сметана қажет болады, 20%. Осыдан 500 грамм сметанды құйып аламыз. 500 граммдай сметана. Осының үстіне 2 дана жұмыртқа. Сосын мұндай крахмал. Негізі кукурузный крахмал жақсы. Начинкасын жақсы ұстайды. Болса, кукурузный крахмал болмаса, картофельный крахмалда бола береді. Бізде жетті кукурузный крахмал. Сосын бәрін салып, сосын және үстіне қант салатын боламыз. Қантымызды саламыз. Осының бәрін венчигіміздің көмегімен шамалы араластырамыз. Өте қатты көп араластырудың қажеті жоқ. Жұмыртқа бір-біріне араласса болғаны. Біздің салмамыз дайын. Достар, міне біздің қамырымыз холодильникте тұрды. Şimdi üstüne alıp
бір қайтарып жібереміз да ыдысымызға саламыз. Менде форма 26 диаметрлі форма. Осыны жаймен өстіп орналастырып аламыз. Жаймен жиектерінен бортик шығарамыз, өйткені ішіне начинкасын құйғанда ортасында тұру үшін. Ал достар, міне біз әдемі орналастырып алдық. Енді мына шанышқының көмегімен астын тесіп аламыз. Енді осының үстіне жаңағы дайындаған салмамызды құятын боламыз. Сіңірлі. Міне біз құйып алдық. Енді осыны кішкене үсті қозғалтып жібереміз. Осыны бөлшектерін бәрін біркелкетіп, жиектерін кішкене басып шығамыз. Сосын осының үстіне мен жаңағы әсемдігі үшін мынандай киви салайын деп жатырмын. Кивиді тазалап, ортасынан бөліп алып, оны әр жеріне қойып шығамыз. Мынандай сондай етіп тураймыз. Ал достар, міне біз енді осыны 170-180 градуста қысып тұрған пешімізде 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Достар, міне біздің хит пирогымыз, сметанник пирогымыз дайын болып шықты пештен жаңағына. Енді осыны осы тұрған формасында жарты сағаттай үйдің температурасына суытып алып, сосын оны 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Холодильникке қойылып алған кезде мұздай болып, дәмі өте керемет болып шығады. Қазір мен осыны тоңазытқышқа салып алғасын сіздерге тесіп көрсететін боламын. Достар, міне біздің пирогымыз холодильникте 2 сағаттай тұрды. Өте керемет болып шықты. Міне сіздер де жасап көріңіздер. Міне әдемі болып шығады. Дәмі тура балмұздақтың дәмі сияқты болады. Сіздер де жасап көріңіздер, кеңес беремін. Ас болсын, сау болыңыздар.